18-ші тарау. Прокрастинация, перфекционизм және поляк сыраханасы. Біреуді артынан тепкілеу үшін алдымен аяғыңды көтеру керек. Джен Синсера, жазушы, психолог және жаттықтырушы, өзіне өзі сілтеме жасаушы. Университет бітіргеннен кейін Нью-Йорк қаласында шағын бір коммерциялық емес ұйым өткізген халық өнері этнофестивалінде продюсер үйлестіруші болды. Осындай бір бос орынға адам керек болып жатыр деген құрбымнан естіп, өмірімде продюсерлік етпесем де осы жұмысқа тұруым керек деп шештім. Ал халық өнері десе мен есіней бастайтынмын. Жұмысым бәрібір қызық сияқты болып көрінді. Ұйымдастырушылар Требека аймағындағы күшті жерге орналасты. Олар музыка туралы көп білетін және жұмыс істеуге иттермен бірге келді. Фестиваль Куинстегі поляк сыраханасының ауласында өтеді. Үлкен мерекеге әлемнің түкпір-түкпірінен музыканттар, бишілер және суретшілер келеді. Демек, юбка киген еркектер тегін шұжық, сыра көп болады деген сөз. Сонымен мен түйіндеме жазып тастадым, жетістіктерді тізіп шықтым, университетте спектакль қойдым, жігітімнің өнерін тамашалауға құрбыларымды шақырдым. Мектепте бірнеше ұйым құрдым, ешқашан жарысқа қатыспаған шана командасын ұйымдастырдым және бір ғана жиналыс өткіздім. Онда сыраның тағы қайдан алуға болатынын талқыладық. Университеттің радио станциясында жұмыс істедім. Менің досым диджей болған күндері барып көңіл көтеріп қайтатын ек. Содан кейін мен анамның жұмысқа киетін костюмін киіп алып, ол оған тар болып қалған кез ғой, сұхбатқа келдім. 1-2 сағаттан соң мен сайрауық тілімнің арқасында жаңа жұмысқа тұрдым. Сол күні мен қалай болар екен деп алаңдап, түні бойы көз ілмедім. Құдайым-ау, мен не істеп қойдым? Мен құбыжықпын ғой. Аяғына сандал киген бұл сүйкімді, жаны жайсаң адамдар 1 жыл бойы өздерінің фестиваліне жинаған ақшасын салған кофе құтысын маған тапсырды. Ал мен болсам бәрін бүлдіретін өтірікші оңбағанмын. Қолымнан келмейтінін мойындап, жұмыстан бас тартсам бекен деп ойладым. Бірақ жақсы мерекені бұзғым келмей, білегімді сыбанып, өмірімде бұрын соңды істемеген көп жұмыс атқарып тастадым. Осы мүмкіндікке сәйкес болуым керек. Бұл қарақсатқан фестивальда поляк сыраханасы бұрын соңғы өткізбегендей етіп қатырып ұйымдастыру үшін бәрін істеймін деп шештім. Және абыроймен өткізіп бердім. Егер мен мұны өзім айтып тұрсам, онда дәл сондай болған. Жұмысы жүрген 27 досыма шұжық пен сыраға тойғызам деп уәде беріп, флайер таратқызып, билет жинатқызып қойдым. Полька билетін әулеклерді уақытында сахнаға қуып шығардым. Картоптан құймақ латке сатушыларды орын-орнына орналастырдым және волынкашылардың шері өтетіндей еттім. Бірдеңені шынымен қаласаң, соған жету үшін міндетті түрде өтірік айту керек демеймін, бірақ егер сен қалаған нәрсеңе ұмтылмасаң, онда өзіңе өтірік айтуға тура келеді. Бір нәрсе қолымыздан келмейді дегенді жиі айтамыз. Шын мәнінде қолымыздан келмегендіктен олай айтпаймыз, талаптанып көруге батылымыз жетпегендіктен айтамыз. Көбінесе бізді тежейтін тәжірибенің аздығы емес, батылдықтың жоқтығы. Біздің қолымыздан ондай жұмыстың неліктен келмейтініне, өзіміз қалаған нәрсенің елігімізде неліктен ешқашан болмайтынына сылтау іздеуге, армандарымыздан алшақтататын себептер ойлап табуға көп күш жұмсаймыз. Егер біз аузымызға төртелі қақпақ қойып, сылтау мен себепке кететін энергияны іске бағыттасақ, қаншалықты алысқа барған болар ек? Ал енді жақсы жаңалықтарға бет бұралық. Бірінші, біз өзіміз ойлағаннан әлде қайда артық білеміз. Екінші, біз әдетте өзіміз табиғатымыздан бейім іске ұмтыламыз. Айтпақшы, бейімділік кейде дипломнан маңызырақ. Үшінші, қажеттіліктен артық ұстаз жоқ. Төртінші, қорқынышты құмарлық жеңеді. Бүгін ойлап қарасам, бұл жұмысқа өзім ойлағаннан артық білікті екенімді түсіндім. Үйде қыздың үлкенімін, демек табиғатымнан өктеммін. Мен сауық-кеш ұйымдастырған жақсы көрем және кез келген адамды, тіпті ағылшынша білмейтін және трикосын таба алмай байбалам салып жүрген 76 жасар орыстарды да сөйлетіп жіберем. Осыдан кейін менің біліктілігім жетпейтін тағы да көп нәрсемен айналыстым. Бірақ өзім істегім келсе де, менің қолымнан келмейді деп көп уақытты босқа өткізіппін. Бір таңғаларлығы, көзді жұмып іске кірісіп кеткен кезім, дайындалып, ештеңе істемей жүрген кезеңге қарағанда әлде қайда қызықты болыпты. Не нәрсе болсын, танысу сайтына тіркелуге тартынып жүрсіз бе, артық салмақтан арылған соң шығам деп жүрген саяхат па, әлде ақша жинап алған соң бастайым деп жүрген бизнес па, бастай бер. Дәл қазір ол үшін не қажет, соның бәрін істе. Бірде кеңсемді кітап жазуға дайындаймын деп жүргенде 1 ай уақытым өтіп кетті. Өте жайлы кресло сатып алдым, үстелді терезенің алдына ыңғайлы орынға жылжыттым, барлық материалды дайындадым, содан кейін оларды қайттан қарап шықтым.
3 рет қарадым. Еденді тайып жығылатындай етіп тазаладым. Содан кейін бүкіл кітабымды ас үй үстелінде отырып жаздым. Прокрастинация өзіңе қаскөйлік жасаудың ең танымал тәсілі және ең жеңілі. Ол дегеніміз іске кіріспей үнемі оны кейінге қалдыра беру. Бір істі кейінге қалдыру қазір өзіңе ыңғайлы болып көрінетін шығар, одан да көңіл көтергеннен көбірек ләззат алатының рас, бірақ кез келген сауық бір күні басылады. Бірнеше жылдан кейін сен неліктен үнемі жолың болмайды, осы уақытқа дейін не бітірдім деп басыңды қатырып отырасың. Ал таныстарыңның қызметі неге өседі? Олар неге әлемді аралап жүр? Ұлттық радиодан Камбоджада ашқан жаңа балалар үйі туралы сөз сөйлеп тұр. Егер сен өміріңді шынымен де өзгерткің келсе, жолын табасың, ал өзгерткің келмесе, сылтау табасың. Мен саған өмірімді өзгертуді кейінге қалдырмауға көмектесетін бірнеше кеңес беремін. Бірінші, бүгінгі әрекет ертеңгі мінсіз істен артық екенін есте ұста. Сол құрғыр веб-сайтты жай ғана аша салшы, хат жазып жібер, клиенттерге қоңырау шал, әлі толық дайын болмасаң да концерт ұйымдастыр, дәл қазір бастауыңа болады. Мұның 100% мінсіз емес екенін ешкім байқамайды. Өмірде мінсіз нәрсе болмайды да. Іс бітсін десең, оны істей бастаудан артық жолы жоқ. Серпін, ұлы күш тек жеткілікті бағаланбайды. Сондықтан орныңнан тұр да қойып кет. Дәл қазір. Екінші, қай жерде тоқтап қалдың, соған назар аудар. Немен айналысып жатсаң да, немесе жұмыс істеп жатқан кейіп танытсаң да, істі қай жеріңде тоқтатқаныңды есте сақта. Деректерді тексеру керек болғанда ма? Біреуге қоңырау шалуға қорқып отырғанда ма? Қалай ақша табуға болатынын білгенде ме? Бастаған бойда ма? Өзіңе міндеттеме алуға тура келгенде ме? Бәрі оңынан бола бастағанда ма? Істі бастау алдында ма? Әлде төсектен тұрмаған кезде ме? Егер құрып кетсінші бәрі дегізер ол сәтті дәл анықтай алсаң, онда осы тайғақ тұстан өтіп кетуге өзің дайындай аласың. Жаттықтырушы немесе көмекші жалдайсың, жұмысты біреулерге тапсырасың, немесе кедергілерден жай ғана арыласың. Мысалы, сен телефон арқылы маңызды бір мәселе туралы сөйлесейін деп жатқаныңда байқамай Фейсбукқа кіріп кетіп, бірнеше сағат уақытыңның құрбыс өткенін түсінесің. Сондықтан интернетті өшір, немесе интернет жоқ жер тауып ал. Мысалы, саябаққа бар, көлікте отыр, немесе Антарктидаға аттан. Содан кейін ереже орнат. Интернетке қайта қосылу үшін сен 5 клиентке қоңырау шалуың керек. Үшінші, біреумен бәстес. Жауапкершілікті өз мойныңа алудың ең жақсы тәсілі сөзіңді орындауға мәжбүр ететін адаммен бәстесу. Бірақ жарайды, сен шынымен қолыңнан келгеннің бәрін істедің дейтін адам болып жүрмесін. Сылтау ойлау таппай жатып ұялтатын, мойныңа алған міндетіңді орындамасаң түсіңе кіріп қамшылап оятатын біреу болу керек. Ал бәстің шарты ұтылған жағдайда саған опық жегізердей маңызды болу керек. Аспандағы айды алып берердей қияли болмасын. Мысалы, сен белгілі бір күнге дейін кітабының бірінші тарауын аяқтаймын деп $1000 бәстігіп қоюға болады. Бұл сенің шынымен қалтаңды қағып қалатын сома болсын, е? Содан кейін бәстескен адамның атына мерзімін көрсетіп чек жазып, оны жазу үстелінің үстіне қойып қой. Бұл жұмысты орындамасаң, өзіңді не күтіп тұрғанын еске салу үшін қажет. Ал егер сен шынымен бәсті көтергің келсе, бәстескен адамыңа егер жұмысты белгіленген мерзімге дейін үлгермесең, ақшаны оған емес, әлде бір қайырымдылық ұйымына беретініңді айт. Өз басым мұндай қатаң ереженің өзіңді өзің тәрбиелеуде, өзіңді тәртіпке үйретуде ғажап тәсіл екеніне көзім жетті. Төртінші, мұны мойында және жұмыс істе. Егер сен жүріп, бәрін соңғы минутта тиянақты орындайтын адамдардың бір екеніңді білсең, артық уайымның не керегі бар? Жағажайға бар, коктейль алып іш, және мерзім аяқталар алдында іске кіріс. Көңіл көтеріп жатып жұмыс істегенде болып көрінуге, немесе уайымдауға жұмсалған уақыттан жаман ештеңе жоқ. Жұмыс та жоқ, рахат та жоқ, екі дүниеде де жаман нәрсе осы. Одан да жұмысты аяқтауға соңғы сәтте бәріне үлгеретін жандардың сойынан болсаң, саған қанша уақыт керек екенін анықтап ал да, сағат тілі дедлайнға жақындай бастағанша басқа нәрсемен айналыс. Бесінші, өзіңді жақсы көр. Дәл қазір қандай жағдай болса да, мейлі, өзіңді жақсы көр.